Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен лағман жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Енді біз қызып тұрған қазанға май құйып, өте жіңішкелеп туралған етімізді салып, қатты отта қуырамыз. Мінекей достар, біздің етіміз осылай өзінің суына қуырылып жатыр. Достар, менің етім 10 минуттай қуырылды. Енді оның үстіне пияз бен редька қосамыз. Менің етім тұздалған. Егер де сіздердің еттеріңіз тұздалмаған болса, оның үстіне тұз қосу керек. Енді редьканы қосам. Сосын дәміне қарай паприка, соевый соус. Әркім лағманды әртүрлі жасайды. Редьканың орнына пекин капустасын қоссаңыз да болады. Немесе ашты болу үшін лажжан қоссаңыздар да болады. Енді оның үстіне сарымсағымызды, бұрышымызды, шелдериді, сосын қызанағымызды саламыз. Біздің отымыз қатты отта болу керек, әйтпесе біздің лағманымыз ботқа сияқты болып кетеді. Енді қызанағымызды саламыз. Тағы да 5 минуттай қуырамыз. Енді оның үстіне керегімізше су құямыз. Негізі көп құймаған абзал. Бір бұрқ еткіземіз, сонымен біздің подливымыз дайын. Міндетті түрде тұзын көріп алыңыздар. Достар, сонымен біздің лағман дайын. Енді оның үстіне подливын құямыз. Менің кеспем, жасалынған кеспе, өзіңізде жасасаңыз болады. Бірақ заказ берсеңіз, уақытыңызды үнемдейсіз. Енді подливын құямыз. Қалаған аскөгіңізді себесіз. Бар жоқ осы жарты сағатта осындай күшті лағман жасап шығардық. Ауызашарға жасауға сіздерге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астан да болсын, сау болыңыздар.